саламатсыздар ма? Сіздермен бірге мен Жансая. Әлемде барлық пандалар Қытайға тиесілі делінген. Басқа елдер панданы сатып ала алмайды, тек жалға алады. Жалға алу құны $1 миллион. Ал Қытайдан тыс жерде дүниеге келген панда бәрібір де Қытайға қайтарылады, және оларға Қытай азаматтығы беріледі. Қытай панда кездесетін жалғыз ел, олар заңмен қорғалған. Панданың салмағы 150 кг болады, және өздері қолапайсыз болғандықтан өте сүйкімді. Олар Гиннес рекорд кітабына ең сирек кездесетін жануар ретінде енген. Қытаймен арақатынасы жақсы ел ғана панданы жалға алады. Адамнан артық болған бұл панданы өлтіретін болса, ол адам сотталады. Кейбір ел адамдарын қозғала алмай жүргенде панданың заңмен қозғалғанын білесіз бе? Комментарияға жазып кетіңіз.